ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесінің жаңаша өткізудегі тұжырымдамасына сай 18 наурыз ұлттық тағам күні, яғни өзге этнос өкілдерінің ұлттық тағамдары. Аудандық кітапхананың ұйымдастыруымен бір мемлекет, көп ұлт, түрлі тағам атты байқау ұйымдастырылып өтті. Байқауға ауылдық кітапханашылар қатысты. Байқаудың негізгі мақсаты тәуелсіз елімізде тұрып жатырған өзге ұлт өкілдерінің ұлттық тағамдарын жасай отырып, ауызбіршілікті, татулықты, достықты насихаттау.